Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма келіп, видеоларды көріп жатқан әрбір жан үшін шын қуаныштымын. Бүгін сіздермен оңай әрі тез тоқылатын қарапайым көктемгі салфеткалардың бірінің схемасымен бөлісемін. Бұл салфетка бар болғаны 20 қатардан тұрады. Салфетканы тоқуға осындай ярнарттың канарис жібін алдым. Түсі 5307 және ырғақ менде 0,80. Егер сізде тоқуға деген ниетіңіз, ырғақ және жібіңіз болса, онда сіздерді менімен бірге тоқып көруге шақырамын. Дайын болсақ бастаймыз. Алдымен ырғаққа 8 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Бұл бізде бастапқы жіп, начальная петля. Ары қарай 8 үлпілдек шалу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Бірінші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң төмендегі шеңбердің ішіне он бес жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 жай шалу. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. Екінші қатарды бастаймыз. 3 үлпілдек шалуға көтерілеміз. 1, 2, 3. Одан соң келесі жай шалудың ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 2 үлпілдек шалу, келесі жай шалудың ішіне тағы да бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Келесі екінші жай шалудың ішіне де бір бос жіп қосылған шалу. 2 үлпілдек, бір жіп ораймыз. Келесі жай шалудың ішіне де бір бос жіп қосылған шалу, бір жіп ораймыз. Келесі екінші жай шалудың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалу. 2 үлпілдек, келесі жай шалуға бір бос жіп қосылған шалу, екінші жай шалуға да
бір бос шып қосылған шалу. Екі үлпілдек. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Екінші қатардың соңына келдік. Ары қарай екі үлпілдек шалу тоқимыз. 1, 2. Содан соң бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, қатарды бекітеміз. Үшінші қатарды бастаймыз. Үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Келесі төмендегі столбиктің төбесіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Одан соң 4 үлпілдек шалу, 3, 4. Келесі төмендегі екі столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші және келесі столбиктің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалу. Тағы да 4 үлпілдек, 3, 4. Келесі төмендегі екі столбиктің ішіне де тап солай тоқимыз. Бірінші столбик. Бір жіп ораймыз. Келесі столбиктің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Үшінші қатардың соңына келдік. 4 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4. Содан соң бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, қатарды бекітеміз. Ары қарай төртінші қатарды бастаймыз. Үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң келесі столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 6 үлпілдек шалу, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі төмендегі екі столбиктің ішіне де әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалу тоқып аламыз. Бірінші столбик. Бір жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне екінші столбик. 6 үлпілдек шалу, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі екі столбикқа да тап солай тоқып шығамыз. Бір бос шып қосылған шалу. Бірінші столбик, екінші столбиктің ішіне екінші столбикті тоқимыз. Төртінші қатардың соңына келдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Содан соң қатарды бекітеміз. Бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. Бесінші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 2, 3. Содан соң келесі төмендегі столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 2 үлпілдек шалу. Келесі төмендегі арканың ішіне 4 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 1, 2, бір жіп ораймыз. Үшінші,
бір жіп ораймыз, төртінші столбик, екі үлпілдек шалу тағы да. Келесі төмендегі екі столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалудан тұратын екі столбикті оқимыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз, екінші столбиктің ішіне екінші столбикті тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, бір, екі. Келесі арканың ішіне төрт бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір, екі, бір жіп ораймыз, үш, бір жіп ораймыз, төрт, екі үлпілдек шалу. Келесі төмендегі столбиктің ішіне бірінші столбик, бір жіп ораймыз, екіншісінің ішіне екінші столбикті оқимыз. Екі үлпілдек шалу, тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Бесінші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқып аламыз, содан соң қатарды бекітеміз. Бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіземіз. Ары қарай алтыншы қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бұл бізде бірінші бір бос шып қосылған шалудың есебінде жүреді. Бір жіп орап, келесі столбиктің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Одан соң үш үлпілдек шалу, бұл арка. Ары қарай төмендегі төрт столбиктің біріншісіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Одан кейін екінші және үшінші столбиктің ішіне айқастырылған столбиктер тоқимыз. Бір жіп ораймыз, екінші столбикті қалдырамыз, үшінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Одан соң үш үлпілдек шалу, бір жіп ораймыз, алдыңғы екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір жіп ораймыз, төртінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Үш үлпілдек, келесі төмендегі екі столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалулар тоқып шығамыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз, екінші столбик, үш үлпілдек шалу, бір жіп ораймыз, төмендегі төрт столбиктің біріншісіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір жіп орап, екінші столбикті қалдырамыз, үшінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Одан соң үш үлпілдек, бұл арка, бір жіп ораймыз, екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір жіп орап, төртінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқып шығамыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Алтыншы қатардың соңына келдік. Үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Содан соң бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп қатарды бекітеміз. Ары қарай жетінші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтерілеміз, содан соң келесі төмендегі столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Төрт үлпілдек шалу, бір, екі, үш, төрт. Ары қарай ортадағы үш үлпілдек шалудан тұратын арканың ішіне 5 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 1 2 3 4 және соңғы 5-ші столбик. 4 үлпілдек шалу 1 2 3 4. Келесі төмендегі 2
столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалулар тоқимыз. Бірінші және келесі столбиктің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалу. 4 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4. Келесі ортадағы 3 үлпілдек шалудан тұратын арканың ішіне тағы да 5 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз. Екінші столбик, бір жіп ораймыз арканың ішіне. Үшінші столбик, бір жіп ораймыз. Төртінші столбик және соңғы бір жіп орап, бесінші столбикті тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Жетінші қатардың соңына келдік. 4 үлпілдек шалу тоқып алдық. Ары қарай бастапқы 3-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып, қатарды бекітеміз. 8-ші қатарды бастаймыз. 3 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Келесі екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 4 үлпілдек шалу. Одан соң төмендегі бастапқы 2 столбиктің ішіне 2 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз әрқайсысына. Әрқайсысына бір-бірден. Содан соң келесі ортадағы 3-ші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу. 3 үлпілдек. Тап осы столбиктің ішіне төмендегі екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Ары қарай келесі қалған 2 столбиктің ішіне 2 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Келесінің ішіне біреуін тоқимыз. 4 үлпілдек шалу. Келесі 2 столбикқа бір-бірден бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші және екінші. 4 үлпілдек шалу. Келесі 2 столбиктің ішіне алдымен бір бос шып қосылған шалудан тоқып аламыз. Одан соң 3-ші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу. 3 үлпілдек. Тап осы столбиктің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Ары қарай қалған 2 столбиктің ішіне бір-бірден бір бос шып қосылған шалуларды тоқып аламыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 8-ші қатардың соңына келдік. 4 үлпілдек шалу тоқып алдық. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы 3-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 9-ші қатарды бастаймыз. 3 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң келесі төмендегі екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі төмендегі 3 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқимыз. Екінші столбик. 3-ші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу. 3 үлпілдек. 1, 2, 3. Бұл арка. Бір жіп ораймыз. Ортадағы арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Тағы да 3 үлпілдек. 3. Келесі төмендегі 3 столбиктің ішіне
әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқып шығамыз. Бірінші столбик, екінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз, бір жыбыраймыз, үшінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Үш үлпілдек шалу, келесі екі столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқимыз. Бірінші столбик, бір жыбыраймыз, келесі столбикқа екінші бір бос шып қосылған шалу. Үш үлпілдек шалу, тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 9-шы қатардың соңына келдік. Үш үлпілдек шалу тоқылды. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 10-шы қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң келесі екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, бұл бізде арка. Одан соң келесі төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқып шығамыз. Бірінші столбик, екінші және үшінші. Ары қарай үш үлпілдек шалу, арка, бір жыбыраймыз. Келесі ортадағы бір столбиктің ішіне бес бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик, тап осы столбиктің ішіне екіншісі, үшінші, төртінші және бесінші. Барлығын бір столбиктің төбесіне тоқимыз. Үш үлпілдек шалу, бір, екі, үш. Келесі төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалулар тоқып шығамыз. Бірінші столбик, екінші столбик және үшінші столбик. Екі үлпілдек шалу, келесі екі столбиктің ішіне екі бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші және екінші. Екі үлпілдек шалу, тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 10-шы қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқылды. Ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргіземіз. Жіп алып шығып, келесі жіптен өткіземіз. 11-ші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң төмендегі екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір үлпілдек шалу. Келесі төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқып аламыз. Бірінші столбик, бір жыбыраймыз. Екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу, бір жыбыраймыз. Үшінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу. Үш үлпілдек шалу, бір, екі, үш. Одан соң келесі төмендегі бастапқы екі столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалулар тоқимыз. Екінші столбиктің ішіне де бір бос шып қосылған шалу. Үшінші столбиктің ішіне де бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Алдымен үш үлпілдек шалу. Содан соң тап осы столбиктің ішіне төмендегі екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Келесі төртінші және бесінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалуларды тоқимыз.
үш үлпілдек. Келесі төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалуларды тоқимыз. Екінші столбик және үшінші столбикқа бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Бір үлпілдек шалу. Келесі төмендегі екі столбиктің ішіне бірінші бір бос шып қосылған шалу, екіншісінің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Бір үлпілдек. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 11-ші қатардың соңына келдік. Бір үлпілдек шалу тоқып алдық, ары қарай қатарды бекітеміз. Бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргіземіз, жіп алып шығып, келесі жіптен өткіземіз. 12-ші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бұл бізде бірінші бір бос шып қосылған шалудың есебінде жүреді. Бір жіп ұраймыз. Келесі екінші столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай төмендегі үш столбиктің ішіне бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқимыз. Бірінші столбик, бір жіп ұрып, екінші столбик тоқимыз, бір жіп ұраймыз. Үшінші столбик. Ары қарай үш үлпілдек шалу. Келесі төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик және үшінші столбик. Үш үлпілдек шалу. Бір жіп ұраймыз. Ортадағы арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Тағы да үш үлпілдек шалу. Төмендегі келесі үш столбиктің ішіне үш бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші, екінші, келесі үшінші столбиктің ішіне де бір бос шып қосылған шалу. Үш үлпілдек шалу. Келесі төмендегі үш столбикқа үш бір бос шып қосылған шалу. Одан соң екі столбиктің ішіне екі бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір-бірден. Одан кейінгі үш столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден үш бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір жіп ұраймыз, үшінші бір бос шып қосылған шалу. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз.